Сәлеметсіз ме, құрметті оқушылар? Бүгін 8 сыныптың физика пәнінен тізбек бөлігі үшін Ом заңы, өткізгіштің электр кедергісі, меншікті кедергі, реостат деген тақырыпты қарастыратын боламыз. Жаңадан кіріп отырғандарыңыз подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Енді бұл міне 25-ші параграф. Тізбек бөлігі үшін Ом заңы деп аталу себебі бұл заңды ашқан Георг Симон Ом екен. Сол себепті осы кісінің атына байланысты Ом заңы деп аталыпты. Бұл туралы кітаптарыңызда 25-ші параграфта толық берілген. Сол жерден өздерің оқып танысып алатын боласыңдар. Одан басқа осы тақырыпқа берілген 16-шы жаттығуды қарастырамыз. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне жаңа айтқандай, түгелдей осы бетте сіздерге Ом заңы туралы жазылған екен. Одан басқа электр кедергісі деп аталатын формула беріліп тұр. Ол R тең болады, ρ көбейтілген L бөлу S-ті береді. Бұндағы ρ дегеніміз бұл кедергі, оның өлшем бірлігі Ом. Ал ρ дегеніміз ол меншікті кедергі, ол әрбір металға берілген. L ол өткізгіштің ұзындығы болса, S оның көлденең қимасының ауданы екен. Меншікті кедергі көпшілік металдарға арнайы есептелініп қойылған. Оны кітаптарының соңғы бетіндегі кестеден көре аласыңдар. Және оның өлшем бірлігі Ом метр деген өлшемменен алынады екен. Ал енді тізбек бөлігіне арналған Ом заңы И тең болады, О бөлінген R формуласы арқылы анықталады. И дегеніміз тоқ күші, О дегеніміз кернеу, ал R дегеніміз жаңа айтылған кедергі екен. Жаңадан менің каналыма тіркелген оқушылар, бұл каналда 1-ші сыныптан бастап 9-ші сыныпқа дейінгі математика, алгебра, геометрия пәндері және 7-ші 9-ші сыныптар арасындағы физика пәндері бойынша сабақтар берілетін болады. Сондықтан міндетті түрде тіркеліп алсаңыздар, сіздерге қажетті болады деп ойлаймын. Енді мына суретте сіздерге реостаттың қалай тізбекке қосылуы туралы көрініп тұр. Және бұл бойынша кедергі, кернеулерді біз Ом заңын қалай қолданады екенбіз. Сол туралы түсінік беріліп тұр. Оны түгелдей өздеріңіз оқып алыңыздар. Ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Енді 16-шы жаттығуды қарастырайық. Бұның бірінші есебі болат сымның ұзындығын 4/1 бөлікке қысқартса, оның кедергісі қалай өзгереді дейді. Енді міне жерде жауап беріліп тұр екен, яғни 1/133 есе кемейді дейді. Енді қазір осы есептің шығарылуын қарайық. Енді ұзындық деген бізде L мен белгіленетінін білесіңдер, соны 4/1-ге қысқартыпты. Яғни бізде біріншіміз L1 болатын болса ұзындығы, оны L2 жаңағы екінші ұзартқанымыз болды. Сондықтан оны 4/1-ге қысқарып тастаса, ар жағында 4/3 бөлігі қалады екен. Енді кедергіні тап дейді. Бірінші біз R1 менен R2 бойынша кедергінің формуласын алып, содан теңестіру арқылы жаңағы L1, L2-ні табамыз. Сонда бізде қарасаңдар 3/4, яғни 1/133 есе кемейді деген жауап шығады екен. Енді екінші есепте амперметрдің кедергісі тізбек кедергісінен үлкен болса, ол тоқ күші дұрыс есептей береді деп ұйғарса, екінші оқушы тізбектің кедергісінен амперметрдің кедергісі кіші болса ғана, оның көрсеткіші дәл болады деп тұр екен. Кімдікі дұрыс деп ойлайсыңдар дейді. Ал үшінші есепте телеграфтың ұзындығы 1 километр, көлденең қимасы 0,5 миллиметр квадрат бөлігінен 8 миллиметр тоғытса, оның кернеуі қандай дейді, және меншікті кедергі беріліп тұр екен. Екінші есепте ол енді екінші оқушының ұйғарымы дұрыс. Себебі амперметрдің көрсеткіші дұрыс болады, егер оның көрсеткіші тізбектің кедергісінен кіші болса ғана екен. Себебі одан ары қарай ол жаңағы құралымыз көрсете алмайды. Ал енді үшінші есепті қарастырсақ, L беріліп тұр. Километр, оны біз міндетті түрде метрге айландырып аламыз. Міне айландырып аламыз да жаңағындай кернеудің формуласына қойып шығарады екенбіз.
Енді төртінші есепте электр қызғыштың никель сымын ұзындығын дәл сондай нихром сыммен алмастырғанда кедергі 2 есе артты дейді. Қай сым жіңішке? Сымдардың диаметрлерінің қатысы қандай дейді. Және 5-ші есеп. 12 вольт кернеумен 0,3 ампер ток күшіне есептелген электр шамы ток көзіне ұзындығы 30 см, қимасы мынандай сыммен қосылған дейді. Және бұл жерде кедергілерді тап дейді. Енді міне 4-ші есептің қалай шығарылуы көрсетіліп тұр. Бұл жерде де жаңағы бірінші нихром менен екінші никель бойынша кедергілердің қатынастарын есептеп аламыз. Ол 2-ке тең екен. Ал аудан дегеніміз ол бізде пиде квадрат бөлінген 4 болады жаңағы сымның табу үшін. Бұны жаңағы S1/S2-нің орнына қойып, міне осылай шығарып келіп, ең соңында 1,14 есе кіші, яғни нихром сымның жіңішке екендігін таба аламыз. Егер сабақ түсінікті болса, немесе үлгермей жатсаңыздар, басына қайтадан айналдырып қарап алуларыңызға болады. Енді 5-шіде міне кернеу ток күші ұзындықтар беріліп тұр. Біз оларды бірінші шамдыкін, онан кейін сымдыкін кедергілерін жекелеп тауып аламыз да, ұзындықты табамыз және нақсап сызбасын сызады екенбіз. 6-шы есеп, ол толық кедергі 84 ом реостат тізбекке кернеу бөлгіш ретінде қосылып, 24 вольт кернеу берілген дейді, және суреті беріліп тұр екен. Бірінші және екінші нүктелерінің арасындағы реостат бөлігінің кедергісі 28 ом болса, шығыс кернеу, шамдағы кернеу яғни қандай дейді. Жауабы 16 вольт болады екен. Канал тиімді деп ойласаңдар, міндетті түрде подписаться батырмасын басып, лайк жазып, комментарий жазып, сыныптастарыңа таратуға болады. Енді 6-шы есепті қарастырайық. Міне мынандай сурет беріліп тұр екен. Бұл жерде U2-ні тауып аламыз. Бұл R2 көбейтілген U1 бөлінген R1 плюс R2 болады. R2 дегеніміз ол жалпы кедергіден бірінші кедергіні алып тастаймыз. Яғни 84-тен 28-ді алып тастасақ, бізде 56 ом кедергі шығады екен. U-ға орнына қоятын болсақ, 16 вольт шығып тұр.